өздеріне ғана қатысты дүние. Осылай есептеп, осылай түсіндір ол. Если мен көтім ашып отқан болса, мен осы уақытқа дейін уже біраз нәрсені былай қылып шешіп қоятын едім. Мен көтім ашпаймын. Менің жүрегім ауырады тек балама ғана болды. Потому что мен ол баланы қатты күттім, қатты армандаған баланың бірімін. Білетін адамдар біледі, түсінетін адамдар түсінеді. Бірақ сол нәрсеге мен недостойны қылған адамдар өздері бар. Так что ары қарай өзінің өмірін сүреді. Ол кеше осы уақытта салып жатқан шығар, маған тиктоктан, инстаграмнан и так жіберіп жатыр ғой, бәрі мен ол нәрсені бәрін түсініп отырмын. Қызғанышпен де басқа мен айтып отырмын, дүние емес. Ол салмай тұрып та и так уже кездесіп отқан адам ғой, кездесіп, сонымен бірге ұйықтап, сонымен бірге жатып тұрып отқан адам болғаннан кейін оны бір андай қылып қабылдаудың қажеті жоқ. Ол жаңағы может инстаграмда бір хайп қылып салған шығар енді. Түрін көрсетпей жасап хайп қылып жатыр ғой енді, бірақ кейіннен бір түрін ашатын шығар. Ашады ғой түрін, сәл статистикасын көтеріп алғаннан кейін басқа ашып алады ғой. Бірақ менің мүлдем қатысым жоқ. Ол жігітке де исламның өзі ғой деген адамдарға да мен жауап беремін. Менің мүлдем қатысым жоқ. Мен ол жігітті танымаймын да, басқа қылмаймын. Мен бір-ақ нәрсе айтамын, тағы да айтайын. Шынарға осыны запись жасап алыңдар. Запись жасап алыңдар қазір, жасап жатсыңдар ма? Шынарға мен тек бақыт тілеймін. Менімен өткен өмірі ешқашан, менімен көрген қызықшылығы, менімен өткен қиыншылығы оның өмірінде ешқашан болмасын. Алдағы өмірінде тек қызықшылық болсын. Менімен өткен өмірін оған ешқашан тілемеймін. Осы ғана мен айтарым. Аман болыңыздар. Дұрыс түсініңіздер. Менің жүрегімді ауыртатын тек ол ғана болды. Оның кіммен кездесіп жүр, ол менімен ажырасып кеткеннен кейін ақ ол нәрселерді мен түсінгенмін. Сен барлығы түсінген. Менің барлығы ішімде, ер азамат болғаннан ішімде қалған. Қатымды жамандап тастап, көрпемнің астындағы нәрселерді ашып тастауға менің де қолымнан келеді, бірақ это не так. Олай емес. Осы нәрсені жақсылап түсініңіздер. Әркім өзінің өмірін сүріп отыр. Кім қалай дұрыс деген өмірін сүріп отыр, солай жасап отыр. Енді қараңыздар, ақыл айтатын адамдарға да айтайын, өмірлеріңді дұрыстап алыңдар. Маған дұрыс өмір сүруді айтасыңдар, бірақ сол маған қалай өмір сүру керектігімді айтып, өздеріңіз сол өмір сүріп отқан жоқсыңдар. Түсіндіңдер ғой? Мен жасым 32-де, мен кішкентай бала емеспін. Ертең, эфирге кірем, конкретно бір делалардың өзі, әңгіменің өзі кіресіңдер. Мен душамды айттым, анасы, ешқандай әңгімем жоқ. Мен ұлыма дұрыс қараса болды. Бірақ ұлымның мынандай бір тырнағы сынатын болса, мен ешқайсысын кешірмеймін. Осы нәрсе естеріңде болсын. Басқа ештеңе айтпаймын. Ұлымның тырнағы бір сынып кететін болса, оған біреу себепкер болатын болса, мен айтпаған адамдардың біреу. Мен олардың ешқайсысын кешірмеймін, және мен наказдарын беремін.